Жаз келсе ең алдымен ойымызға оралатыны ол суға шомылу. Жаз осынысымен-ақ тамаша ғой шіркін. Жаздың аптап ыстығында жағажайдың жанында табылған жанға рахат бермей ме? Дегенмен судың тілсіз жау екенін ұмытпаған абзал. Мәселен, жыл басынан бері облыс аумағындағы су айдындарында 11 адам қаза болған. Оның 5-еуі бала. Ал өткен жылы дәл осы кезеңде 18 адам суға кеткен болса, оның 13-і бала. Бұл сөзіммен не айтпағым бар? Құрметті жамағат, балаларыңызды суға апарған кезінде немесе балаларды жалғыз суға жіберген кезде міндетті түрде қадағалауда болғанын қалаймын. Себебі шынымен су тілсіз жау. Айта кету керек, ұжымдар мен оқу орындары жастарының жаз айларында табиғатқа шығып, демалыстарын өзен мен көлдердің жағасында ұйымдастыруы соңғы жылдары көптеп орын алуда. Және осындай кейбір демалыстар бақытсыз жағдайлармен аяқталып жатады. Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері полиция департаментімен бірлесіп, бүгінге дейін Қазақстан Республикасының АКБ туралы кодексінің 364 бабы бойынша 8 адамға ескерту шарасы көрілді. Облыс аумағында суға шомылуға рұқсат етілген 2 жеке жағажай жұмыс жасап жатыр. Ол Қызылорда қаласындағы Сыр Самалы және Белкөл кентінде орналасқан Абай демалыс орындары. Осымен қатар басқа да облыстарда әртүрлі жағажайлар менен әртүрлі сондай демалыс орындары жұмыс жасап жатқаны белгілі. Жағажайлар менен суға түсу орындарына немесе бассейндерге балаларды жібергенде сақтық шараларын қатаң сақтаныңыздар. Сақтансаң сақтаймын демекші, суға түсерде міндетті түрде сақтық шараларын ойлаған жөн. Тек тиісті орындарға ғана шомылып, төтенше жағдай болған уақытта алғашқы көмек шараларын білгеніміз артық етпейді. Тағы бір айтары, осы ретте ата-анаға да балаларының алдында зор жауапкершілік мектеп тарапынан жүктелмек. Суға шомылатын кезде кейбір қауіпсіздік ережелерді қатаң сақтаңыз. Олар төмендегідей. Суға шомылудың негізгі ережелерінің бірі, ол шомылатын жерді, оның тазалығын, тереңдігін мұқият тексеріп алыңыз. Тамақ ішкеннен кейін бірден суға түспеңіз. Суға тек қана рұқсат етілген жерлер мен жағажайларда шомылыңыз. Абайлап кіріңіз. Денеңіздің суға бейімделуіне мүмкіндік беріңіз. 10-15 минутқа дейін ғана шомылыңыз. Аяқ қолыңыздың сіңірі тартылған жағдайда сасқалақтамаңыз. Су бетінде қалып адамдарды көмекке шақырыңыз. Мас күйде суға шомылуға болмайды. Қоршау белгілерінен тыс аумаққа шықпаңыз. Техникалық ескерту белгілерінің үстінен шықпаңыз. Суға түскен кезде иесіз және техникалық ақауы бар қайықтарды пайдалануға тыйым салынады. Сондай-ақ қайық, кемелерге көп жолаушы мен ауыр жүк алуға болмайды. Балалармен бірге демалған кезде оларды қараусыз қалдырмау керек. Бассейн, теңіз бен көлдерге мас күйде шомылмау қажет. Қайықта жүзіп келе жатқанда орын ауыстырып, бір қайықтан екіншісіне ауыспаған жөн. Қайықтан, катамараннан тікелей суға түсуге және моторлы кемелерге жақындауға болмайды. Қайық, кемелерді түнгі уақытта пайдалануға тыйым салынады. Бұл адам өмірі үшін қауіпті. Суда аяқ-қолдың сіңірі тартылса, не істеу керек? Суық суда шомылу аяқ-қол сіңірінің тартылуына әкеп соғуы мүмкін. Егер ондай жағдайға тап болсаңыз, төмендегі іс-әрекеттерді жасай қойыңыз. Егер сіңір тартылса, жүзуді тоқтатып, суға шалқадан жатыңыз. Қолыңыздың сіңірі тартылса, жұдырығыңызды түйіп, қолыңызды бір жаққа қарай серпеп, лақтырып, жұдырығыңызды ашыңыз. Балтыр, бұлшық етінің сіңірі тартылғанда, қолыңыз бен аяғыңыздың басын қысып,
бар күшіңізбен өзіңізге қарай тартыңыз. Немесе аяғыңызды судың астына созып, бармақтарды алға иіңіз. Кейін балтырыңызды сылаңыз. Жаз мезгілі басталуға 2-3 ақ күн қалды делік. Бірақ осы уақытқа дейін де су жағасынан табылып атқан, есіктерінің алдына бассейндерді құрып, суға түсіп атқан халық баршылық. Сол үшін суға түсерде мұқият болыңыздар. Су мүлде мұздай да болмауы тиіс. Себебі қазіргі таңда грипп мәселесі де жақсы жүріп жатыр. Видео ұнаса лайк және комментарий қалдырыңыздар. Сіздерді бұдан да қызықты, пайдалы ақпараттармен бөлісуге шақырамын.